Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Біз бүгін 7-ші сыныптың 190-ға арналған бөлім бойынша жиынтық болуға арналған тапсырмалардың Қазақстан тарих пәнінен орындаймыз. Тапсырманы бастамас бұрын мұғалім каналына жазылып, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз. Тақырыбы Қазақ жоңғар соғыстары бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Өртсіз халық жасағының ұйымдастырылуы. Тапсырма 17 және 18 ғасырлардағы қазақ хандығының ішкі жағдайы тақырыбында 100-150 сөзден тұратын эссе жазыңыз. Эссе критерийлері: қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы туралы көлемінде 3 дерек келтіру, жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуіне әсер еткен 3 оқиғаны жазу, қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандардың іс-әрекеттеріне баға беру, қазақ хандығының дамуына қосқан батырлардың іс-әрекеттеріне баға беру. 17-18 ғасырларда қазақ хандығының ішкі жағдайы күрделі болды. Біріншіден, үш жүздің арасындағы саяси бытыраңқылық күшейді. Екіншіден, хандық билігі әлсіреп, сұлтандардың арасындағы тартыстар жиілеп отырды. Үшіншіден, сыртқы жаулардың қаупі елдің ішкі бірлігін қажет етті. Бұл кезеңде жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуіне бірнеше оқиға ықпал етті. Бұл бізде 1726 жылғы Ұлан-Төбелеудің шайқасы, 1729 жылғы Аңырақай шайқасы. Сондай-ақ Ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама оқиғасы еді. Бұл оқиғасы елді азаттық үшін бірігуге мәжбүрледі. Қазақ халқының дамуына үлес қосқан Тәуке ханның 7 жарғысы елді бірлікке шақырды. Әбілқайыр хан жоңғарға қарсы күрес ұйымдастырды. Абылай хан қазақтың тәуелсіздігі жолында ерекше еңбек етті. Сонымен қатар Бөгенбай, Наурызбай, Қабанбай сияқты батырлардың ерлігі халық рухын көтерді. Қорыта айтқанда, 17 және 18 ғасырлар арасындағы қазақ халқының тағдыры шешілген кезең ел бірлігінің, батырлардың ерлігі мен хандардың саяси көрегендігінің арқасында қазақ халқының бірлігі сақталып қалды. Осымен біздің тапсырмамыз аяқталды. Осы эссені жақсы жазсаңыздар 8 балл беріледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.